Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, дәмді әрі тез дайындалатын капкейктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Үстіне 1 шай кесе қантты салып, жақсылап араластырамыз. Басқа да видео рецептерді көру үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Және видео ұнап жатқан болса, лайк басып пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Енді үстіне 1 шай кесе сүтті құямыз, және жарты шай кесе сұйық май құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Енді орташа қою болғанша, осылай аз-аздан ұнды сала отырып, жақсылап араластырамыз, және қопсытқышты да қосуды ұмытпаңыздар. Менде шамамен 2 шай кеседей ұн кетті. Сіздерде осылай асықпай отырып салыңыздар, себебі бірден салсаңыздар, қамырларыңыз қатты қою болып кетуі мүмкін, және де араласқан кезде түйір шығып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай асықпай аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тесто дайын, осыншалықты қою болып шығуы қажет. Енді формамызға құятын боламыз. Тестомызды формаға құйған кезде форманың жартысына ғана келтіріп құямыз, себебі қамыр көтеріліп піседі. Егер толтырып құятын болсаңыз, сыртына дейін шығып кетуі мүмкін. Ол кезде капкейкіміз әдемі болып шықпай қалады. Осындай формаға салу міндетті емес, кекстің ыдысына да пісірсеңіздер болады. Мінекей мен барлық ыдысқа құйдым. Енді 150 градуста 20-25 минут пісіріп аламын. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін кілегейімізді ыдысымызға құямыз. Миксермен қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Біздің крем дайындайтын ыдыс өте құрғақ әрі тап-таза болуы қажет. Сол кезде біздің креміміз әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Мінекей осылай қоюлануы қажет. Енді үстіне қант ұнтағын сеуіп, тағы да араластырамыз. Енді сүзбелі ірімшіктен саламыз. Мен үлкен қасықпен 3 ас қасық салдым. Енді тағы да қою болғанша тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Егер де видео ұнап жатқан болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі каналыма тіркеліп, басқа да видеоларды жоғалтпауымыз үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Мінекей креміміз дайын. Осындай өте нәзік болып шықты. Енді мен капкейктің ортасынан кішкене алып тастап, орнына варенье салатын боламын. Егер қаламасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Немесе мен секілді ортасын алып тастап, шоколад, джем, творог болсын, немесе вареньенің басқа да кез келген түрлерін қоссаңыздар болады. Менде алмадан жасалған варенье. Неге ортасын вареньемен толтырдым. Дәл осылай мен барлығына варенье салып шығатын боламын. Енді міне кондитерлік қапшыққа насадкамды кигізіп, кремімді осы кондитерлік қапшыққа құйып алатын боламын. Енді кремді дәл осы видеодағыдай етіп құйып шығамыз. Шетінен ортасына қарай айналдыра құямыз.
Мен әсемдігі үшін осылай бетіне үкіштен өткізілген шоколадты сеуіп шықтым. Сіздер оның орнына кез келген жеміс түрінен қойсаңыздар болады. Мінекей капкейк дайын, жасалу жолы өте оңай, дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.